Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенген. Егер сіз адалдық ексеңіз, сенім аласыз. Мейірімділік ексеңіз, достар табасыз. Төзімділік ексеңіз, ұлылық аласыз. Табандылық танытсаңыз, жеңіске жетесіз. Ақылды болсаңыз, үйлесім табасыз. Еңбек етсеңіз, жемісін көресіз. Кешірім етсеңіз, келісімге жетесіз. Сабырлық танытсаңыз, қайыр аласыз. Сенім ексеңіз, ғажайыпқа ие боласыз. Өтірік ексеңіз, сенім жоғалтасыз. Өзімшілдік ексеңіз, жалғыздыққа тап боласыз. Мақтаншақтық танытсаңыз, құзға құлайсыз. Көре алмасаңыз, қайғы табасыз. Сараңдық танытсаңыз, жоғалтасыз. Өсек айтсаңыз, жау табасыз. Адам дүниесіз де бақытты бола алады. Ең бастысы, әр сәтті шынайы бағаласа. Көп адам бір нәрсеге қол жеткізсем, бақытты болар едім дейді. Бірақ ол жай ғана сенің қажеттілігің ғана. Ақша, үй, көлік ол қажеттіліктер. Ал шынайы бақыт жүректің тыныштығы, көңілдің тоқтығы. Сені қадірлемеген адам бір күні сені іздеп келеді. Сені елемеген адам бір күні саған зар болады. Сені жылатқан адам бір күні тәубесіне келеді. Пәнидің ісі бақиға бармайды. Міне бұл өмір. Түн қанша жерден қараңғы, қанша жерден түнек болғанымен, жалғыз әрі әлсіз шырақты жұтып қоя алмайды. Қайғы да сол. Қанша ауыр, қанша дүлей болғанымен, үміттің болымсыз сәулесін тұншықтыра алмайды. Ешкім сабыр сақтамаған жерде сабыр сақта. Ешкім құрметтемеген жандарды сен құрметте. Ешкімнің қолынан келмейтін жұмысты сен жаса. Сонда ешкімнің қолы жетпеген жетістікке сенің қолың жетеді. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегін жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағалмайды. Адамдар ағаштың жапырақтары сияқты. Біреулер биікте болады, ал біреулер төменде болады. Бірақ күз келгенде барлығы да жерге құлайтынын естен шығарып қояды. Өзгені төмендеткеннен өзің биік болып қалмайсың. Ашаршылықта түйенің сіңірі де тәтті, тоқшылықта қозының құйрығы да қатты деген екен бабаларымыз. Қазір тіпті малдың қарнын керек қылмай лақтыратындар да көп. Біле білсең, ең дәмді жері ішек қарын. Бұрынғы аналардан естігенім, қырыққабат қарынын тазалаған үлкен сауап. Ұл табарын жеген келіндер ұл табады деп ұлы жоқ келіндерге берген. Тастауға болмайды, қарғыс алма, алғыс ал деген ата-бабаларымыз. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқанын есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс-әрекетіңмен де зияныңды тигізбе. Шын ниетпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап, өз бағаңды көтерме. Мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Кедейге күлме, сақауға барып сауап беріп, күліп жауап күтпе. Кереңді керең деме, жындыға тас атпа, қайтымы болады. Күнәға батпа, жылап жүрген бейшараға күлме. Алдыңнан келуі ғажап емес. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы. Ақ сүтін беріп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы. Егер сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады? Себебі көз жастарымен бірге қайғы, өкпе,
реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады, бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орны ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ұлың болса, ұрының үстінен күлме. Қызың болса, жезөкшенің үстінен күлме. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ қана. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір өзі-ақ жазасын береді. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Үйлер үлкейді, отбасылар кішірейді, ақылымыз көбейді, адамгершілігіміз азайды. Космос жақындады, көршілер алыстады, байланыс құралдары артты, бірақ шынайы қарым-қатынас азайды. Дәрілер де көбейді, аурудың да түр-түрі көбейіп кетті. Білім артты, сенім азайды. Мендер көбейді, біздер азайды. Қазіргі өміріміз осындай. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Киесіне келгенде абай болсын иесі, асып тасыса да қу дүниесі. Ұлдан немере сүйсең, көзің жоғалмас. Қыздан немере сүйсең, ізің жоғалмас. Ізің мен көзің тұрғанда, елің жоғалмас. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатың өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлығы үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде оған деген құрметің азаяды. Ең дұрысы, Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз, адам бойында Алла сүйетін істері болғаны үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түгесілмейтін махаббат осы. Ер жігіттің құлағына. Жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың. Шеше көргенді ал. Алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал, әрі мейірімді болуы керек. Билігі еркекте болған үй береке, осыны ұмытпа. Еркек балалары мен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй, дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуім, ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың балаларыңның көзінше құшақтап сүйме, өзіңнің де оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қылар іс. Ал басқа уақытта көз қарасың мен оған жасар жақсы ісің де жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс. Ал шамадан артық қызғану ұрыс керіске себепші. Қанша ұрыс керіс болса да, өз араларыңда болсын. Сыртқа шығарушы болма. Ұрыс керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс бұрысын ашуларын басылған соң талқылаған жөн. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіне деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сенімнен қаланатынын ұмытпа. Не нәрсеге де сабыр қыл. Барды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына
қарсы тұра аласыңдар. Көп адамның ақшасының жоқтығының себеп салдарын сырттан іздейді. Сөйтіп, халықтың ақшасын жеп жатқан жемқорлар екен. Байып жатқандардың барлығы мықтылар. Жағдай жасамай отырған үкімет, көмектескісі келмейтін туыстар мен достар әлемдік дағдарыс деп шала бүлінеді. Бұлайша айтқанда, шынына келсек, жалқаулығын осылай бүркемелейді. Осы жылдың ішінде сан сүрініп, құладым, өмірден де түңіліп, өкіріп те жыладым. Қуанышта шаттанып, енді күле бастасам, қатал тағдыр тағы да мені сынады. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір, өмір сенікі ғой. Мазалайды санамды бір сансыз мұң, бәлкім мұңсыз өткен күнде мәнсіз күн. Мықтысың деп таңданады біреулер, мықты емеспін, әйелмін ғой, әлсізбін. Біреулерді мықтылыққа үйреттім, өзім бірақ күш таныттым, сиректім. Бәйшешектің қауызындай жұқамын, ең бір жұқа құмырадан күйрекпін. Аппақ затты қиын емес қаралау, қаласаңыз оңай жанды жаралау. Суық көзден сөне жаздап тұрады, кеудемдегі лүп-лүп еткен әр алау. Ақ бұлттардың тағдырымен ортақпын, ұлпа жібек сезімдерден ән таттым. Түнгі биік жұлдыздардай жұмбақпын, ақ маралдың лағындай қорқақпын. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достар мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді. Дұшпандарың бәрібір сенбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау керек. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды сенен басқа ешкім түсінбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді. Өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді. Сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді. Бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.